Аптаның екінші күні эфирдамыз. Бүгін бір бәлелер былай деп тұр негізі. Таныстыққа оралатын болсақ, бәрі сұрап жатқандай, Мерей мен Тимур ара қатынасы қандай. Бізде бәрі жақсы, керемет ара арасында болады енді сөзге келіп деген сияқты нәрселер. Барлығы шешілді, барлығы керемет күшті ойдағыдай. Сол үшін уайымдап жатқан жандарға үлкен рахмет. Бұйырса. Жалпы Тимур 5 жылдан қалай және қайда елестетеді? 5 жылдан кейін бизнес саласында өзімді елестеткім келеді. Бұйырса, Алла қаласа. Жалпы негізі бұрындар айналысып көрген ғой. Бұйырса алдағы уақытта тағы да дұрыстап қолына алып нақтылау керек ол нәрсені, міндетті түрде ол нәрсе. Бизнес. Елестетпейін, болу керек солай. Бизнес қай направление болады? Киім жағында, бутик жағында. Не жағында, өзімнің жалпы ерлердің менде бутик болады, 2 бутик болды Ақтөбеде. Қазірден енді өзім қолымда емес, сол бағытты одан сайын әрмен қарай дамыту, Алматыға алып келу сол бизнесті. Көңілмен біз бәріміз тілекшіміз. Әумен айтқанда біз келсін, тілекші болу. Ашылыңыз кішкене. Орындарыңызға келіңіздер. Несіне айтады? Орындарыңызға отырыңыздаршы, мен тексерейінші, орындықтар қиындап кеткен. Түк айтыңыз келin. Эфирде эмоциямен істеп нәрсе шығып кетеді. Бірақ бір айтарым. Мамасына өзіме әбден жамандап көріп қалдым. Мерейдің ба? Ашуланба енді. Кішкене өзін ұста. Уайымдап жатыр екенсіздер, оқып жатырмын. Рахмет барлықтарыңызға, уайымдап жатқандарыңызға. Енді солай болып қалды енді. Мен жап шалжым деген сөзін негізі естімеген екенмін. Қазір шыққаннан кейін естіп жатырмын. Кішкене шоке болып қалғаным бар. Тем более мама да жылап звондап жатыр. Қазір соған үйге асығып бара жатырмын. Мама жылап жатыр екен үйде. Менің жылағаныма қарап, мама да кішкене көңілі түсіп қалыпты. Погода күшті болып тұр ғой. Алматыда прям көптен болып. Завтрак ішуге енді келе жатырмын. Дальше примеркаға барам. Ертең Құдай қаласа 20-сы күні киетін көйлегімізді киіп көруге барам. Осында келе жатырмын. Солай. Күшті болып тұр енді погода. Прям кайф. Всем привет, қолдарыңызды қалаймын. Мен үстімдегі қазақи нақыштағы шапаным, Аман шапан дүкенінен. Егер де осындай қазақи нақыштағы киімдерді іздесеңіздер, Аман шапанға өтсеңіздер болады. Тем более қазір алдыда 22 наурыз келе жатыр. Соған орай осындай әдемі шапандарды алып қойсаңыздар болады. Қазір Аман шапанның инстаграмын қалдырып кететін боламын. Одан кейін менің образымды толықтырып тұрған осындай люмистердің әдемі украшениялары қазір люмистердің аккаунтын қалдырып кететін боламын. Өтіп қарасаңыздар болады. Қалайсыздар, эфирден шығып тамақтануға келдім. Қасымда досым бар, эфирде емес, енді өмірде араласатын досыммен келдім тамақтануға. Достар, айта кететін нәрсе, кешеден бері қозғалып жатыр, Мереймен ара қатынас қалай. Өзім тартып алдым барлығын. Болмайтын қызғаныш, болмайтын ашулар, болмайтын нәрселер. Сол үшін Мерейдің өзінен де, ата-анасынан да кешірім сұрағым келеді тағы да. Кешіріммен негізі құтылып кетуге дейді ғой. Ондай емес, мен шынымен де, шын ниетімен, шын көңілмен сұрағым келеді кешірімді. Бұл жерде енді барлық қателік менен кетті. Нағыз қызды қорғайтын ол жерде мен едім да. Бірақ мен қызбалықпен, ашумен, эмоциямен қызды одан сайын жығылған үстіне жұдырық болып, ашумен болып қойды ол нәрсенің барлығы. Білмеймін, алдағы уақытта қалай болады, нетеді. Одан кейін қойылатын сұрақтардың барлығы сен жалпы енді айтып отыр ғой. Мереймен таныстық тоқтайтын болса, жобадан шығамын деп айттың ғой дейді.